Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір ерекше видео түсіргім келіп отыр. Қазақ тілі мен ағылшын тілін салыстырып көргім келіп отыр, және де ағылшын тілінің оңай екенін сіздерге көрсеткім келіп отыр. Жалпы мысалы дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айтайық, дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті алайық, және де қандай айырмашылықтар бар екен. Мысалы, ішу дегеніміз бізде drink, ішу деген drink, қарап алыңыздар мына жерге. Енді мысалы қараңыздар, мен шай ішіп отырмын деген, ол шай ішіп отыр. Ол болса тура осылай болады, қыз болса тура осылай болады. Бізде қазақ тілінде женский, мужской род деген жоқ. Олар шай ішіп отыр, сен шай ішіп отырсың, сендер шай ішіп отырсыңдар, біз шай ішіп отырмыз. Мына жерде көріп отырсыздар ма? Жалғаулар қалай өзгереді? Мын, сың, ыңдар, мыз, мына жерде енді ешқандай жалғау жоқ, қалай тұр, солай тұр. Ағылшын тілінде, мына жерде бізде қазақ тілінде әрқайсысын әртүрлі жалғау қолданатын болса, ағылшын тілінде бір-ақ жалғау, ing деген жалғау қолданады, дәл қазір болып жатқан іс-әрекетке. Мен деген he, she оңай шығар, уже жаттап алған шығарсыздар деп ойлаймын. Бұның барлығы мысалы бізде қазақ тілінде де өзгеріп тұрады, ағылшын тілінде де өзгеріп тұрады. Және де ағылшын тілінің бір ерекшелігі you деген 4 мағынасы бар. Сен, сендер, сіз, сіздер. Сыйласаңыз да, сыйламасаңыз да, бір адамға айтсаңыздар да, көп адамға айтсаңыздар да youді қолдана бересіздер, болды. Мына жерде ерекшелігі бізде ағылшын тілінде I-ға m жалғанады, he, she, it-қа is жалғанады, they, we-ға are жалғанады. Болды міне. Мысалы, мен шай ішіп отырмын деген I am drinking tea, ол шай ішіп отыр болса, he is drinking tea, she is drinking tea, it's drinking tea. Олар шай ішіп отыр, they are drinking tea, you are drinking tea, we are drinking tea болады. Ешқандай бір қиыншылық жоқ, қараңыздар. Қазақ тілінде қандай өзгерістер болады, ағылшын тілінде ешқандай өзгеріс көп болмайды, тек қана бір-ақ жалғау бар. Және де мысалы drink деген сөз қалай тұр, солай қалды. Бірақ бізде ішу деген басты түбірі, оған ішіп деген деген жалғау жалғанады. Мысалы, егер бұл бізде мынау жіңішке дыбыс болып тұрса, жуан дыбыс болса, мысалы, олар гүл отырғызып десек, мысалы, отырғызып деген жалғау жалғанады, Сондықтан қазақ тілінде мысалы жалғаулар, жұрнақтар өте көп. Ал ағылшын тілінде өзі бір айналдырған бір 3-4 жалғау бар, соларды жаттап алсаңыздар болғаны. Тағы да осындай салыстыру сіздерге жасайын ба, қызықты болды ма видео, комментарийға жауап жазып кетіңіздер.